Сәлем достар, бүгін мен туыстарыммен Көлсайға барғандығым жайлы айтатын боламын. Жалпы осы Көлсайға баруға кеткен бүкіл қаражатты видеоның соңында айтамын, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Көлсайға жалпы 10 адам болып бардық, оның ішінде 7-еуміз үлкен, 3-еуі бала-шаға болды. Біз ночевкаға жақсы жерде, ыңғайлы жерде түнеу үшін алдын ала киіз үйге бронь жасап қойдық. Жолға шығудың бір күн алдын Магнумға барып, бүкіл продуктыларды алдық. Өйткені біз бір күнге баратын болғандықтан таңғы ас, түскі ас, кешкі ас барлығын толығымен алуды жөн көрдік. Жолға 2 машинамен шықтық, примерно жолға 3,5-4 сағаттай кетті. Сосын біздің киіз үйіміз осы Көлсайға өте жақын орналасты, тек төмен қарай түсу керек болды. Сол себептен бізге өте ыңғайлы болды осы астына Көлсайға қарай түсуге. Осылай Көлсайға қарай төмен түскеннен кейін Көлсайдың арғы бетіне қарай өтетін тағы бір жол шығады. Міне мұнда біз сол жолдан өтіп бара жатқан кезде тиінді көріп қалған болатынбыз, соны түсіріп алған болатынмын. Содан арғы бетіне қарай өтеміз. Ол жерде бір катамаран 5000 теңге болады. Біз 2 катамаран алып, осылайнан Көлсайдың сұлулығына тамсанып катамаранда отырдық. Күн ыстық болғанымен кішкене қалың киініп келген дұрыс, өйткені осы күн жағында ғана жылы болғаны болмаса, былай негізі көлеңкеге шықсаңыздар өте суық болады. Оның үстіне мына катамаранда өте суық болды. Мен өзім өте жаурап қалдым. Үстімде толстовка, қалың киінгеннің өзінде де өте суық болды. Міне мына жерде біздің киіз үйдің іші өте керемет. Киіз үйдің іші таза, барлық заттар бар. Ал мынау киіз үйден сыртқа шыққандағы көрініс. Көріп тұрғандарыңыздай киіз үйлер өте көп. Біздікі ең үлкені болды деп ойлаймын өзім, өйткені біз ары-бері өткен кезде кейбір киіз үйлердің ішін көріп қалдық. Өте кішкентай, тар, ішінде былай дивандар болмады біздікіндей. Сонымен қатар Көлсай жақта туалеттердің барлығы платной 100 теңге болды. Әр киіз үйдің өзінің жанында осылайнан қазан ошақтары және де шашлык істеуге мангал бәрі тұру керек. Біздікі негізі болған, бірақ қасымыздағы киіз үйдің адамдары бос тұрғаннан кейін қолданып уже тамақ бастап кетті. Сол себептен біз тағы да сұрап, біраз күтіп қалғанымыз болмаса, негізі бүкіл қажетті заттармен қамтамасыз етіп береді негізінен. Міне осылайнан керемет қылып қазан ошақта тамақ істеп, кешкі асты осылай өткіздік. Ертесіне Көлсайдан қайтып бара жатқан жолда осылай шарын шатқалына кіріп шықтық, бірақ төмен қарай түскен жоқпыз, өйткені ол өте ұзақ уақыт алады екен. Сол себептен просто үстінен қарап фотоға түсіп қайттық. Жалпы кеткен шығындарды айтып өтетін болсам, бізде продуктыға 40 000 кетті. Киіз үйді 25 000-ға, скидкамен 25 000-ға жалдадық. Жалпы осы 40 000-ға алған продукты даже артығымен қалып кетті бізде. Өте керемет демалыс болды. Барлықтарыңызға осы Көлсайға ночевкамен баруға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.